Өйткені адам дүниеден өткен кезде пайда беретін нәрсе не? Артынан дұға қылатын игі перзент дейді. Бірақ оның барлығы салихалы болмауы мүмкін дұға қылатындай. Өлгеннен кейін ұмытып кетуі мүмкін сізді. Сондықтан баланың қылған дұғасы бар ғой әке шешеге, бұл ешқандай пердесіз барады ғой, қарасаңызшы. Тіпті жәннатқа кіреді дейді ғой анау баласының дұғасымен ше. Әке шеше бар ғой. Сонда жәннатқа кірген кезде жәннатта дәрежелер бар. Жәннатта адамдар өкінбейді деп ойлаймыз ғой, өкінеді ол жерде адамдар. Неден? Ай, менің сауабым аз болып қапты ғой деп. Өйткені көршіңізді қарасаңыз сәл көтеріліп кеткен да. Өйткені ол не істеген? Ықылас сүресін жаттамаған ғой. Сіз Ықылас сүресін жаттамапсыз да, мысалға деп жатқам ғой. Адамдар дәрежеде көтеріліп бара жатады неде? Жәннатта 100 дәреже бар өзі. Анау қарилар бар ғой, Құран жаттаған хафыздар, олар өте қатты көтеріледі. Ол көтеріліп бара жатқан кезде бір кісі көтеріліп бара жатады дейді. Құран жаттамаған, хадис жаттамаған, аналармен бірге жарысып барады дейді, қарилармен бірге. Мен анау айтады ғой, өзі түсінбей жатыр жаңағы кісі, Алла, менікі мынау не көтерілу дейді да. Онда ана Алла тағала жаңағы кісіні бар ғой, жәннаттың 100-ші дәрежесіне дейін көтереді дейді, ең жоғарғы мәртебеге дейді. Деп Алла тағала айтады дейді ғой, ей пендем, сен дүниеден өткеннен кейін дейді, балаларыңның қылған үздіксіз дұғасы осындай жерге дейін көтерді деп айтты дейді. Демек баламызға нені таныту керек екен? Баламызға Алланы таныту керек екен.